Қазақ даласы ғасырдан үн шертетін қойнауы қазынаға толы құтты мекен. Өткен мен бүгінді сабақтастырып, бір сарында үндестіре білу тек біздің даламызға тән қасиет. Алтай мен Атырауға дейінгі атырапты емденген ұлы даланың арасында шоқтығы биік мекен киелі Түркістан өңірі жатыр. Бүгінде рухани ордамыз облыс орталығы болғалы бері орасан істер атқарылып, батыл бастамалар көтерілуде. Облыс тұрғындарының өмір сапасын арттыру мақсатында инженерлік инфрақұрылым, соның ішінде жылу, су тарту жүйесі, газ және электрмен жабдықтау бойынша көптеген мәселелер шешімін тапты. Бүгінгі таңда құрылысы қарқынды жүріп жатқан Түркістанда 29 нысан салынады. Оның ішінде жаңа әкімшілік іскерлік орталығында 17 нысанның құрылысы басталды. Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі өткен жылдан 17 мың гектарға артып, 846 мың гектарға орналастырылды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша облыстың әлеуметтік және экономикалық өркендеуіне өзіндік сүбелі үлес қосқан әр саланың үздіктерімен таныс болыңыздар. Кәсіпкерлік, сауда, инвестиция, экспорт, ауыл шаруашылығы және энергетика, коммуналдық шаруашылық салалар бойынша жыл үздіктері. Жылдың үздік энергетигі Лесбеков Қанат Түгелұлы, Шардара су электр станциясы акционерлік қоғамы өндірістік техникалық бөлімі бастығының орынбасары. Шардара су электр станциясы акционерлік қоғамының өндірісіндегі агрегаттар ақаусыз әрі үздіксіз жұмыс істеуіне септігін тигізуде. Шардара су электр станциясын қайта жаңғырту жобасы бойынша станцияның нормативтік қызмет мерзімін толық атқарып біткен. Моральдік тұрғыдан әбден ескерген негізгі жабдықтарын қайта жаңғырту жобасын жүзеге асыруға үлкен үлес қосты. Жылдың үздік коммуналдық шаруашылық қызметкері Құралбаев Бақберген Тәңірбергенұлы, Қазығұрт аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысы. Өз ісіне өте жауапты. Адал еңбегімен халықтың ықыласына бөленіп жүрген жастарға тәлім тәрбие беріп, қайырымдылық іс-шараларға белсене атсалысып, үлесін қосып жүрген азамат. Жылдың үздік агрономы Ералиев Ербол Жолдаспайұлы, Мақтаарал ауданы Нұралы жол шаруа қожалығының төрағасы, Қазақстан Республикасының құрмет ордені және Қазақстан Республикасының ерен еңбегі үшін, Қазақстан Республикасының 20 жылдығы, оңтүстікке еңбегі сіңгені үшін, Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл мерекелік медальдарымен марапатталған. Мақта және басқа да ауыл шаруашылық дақылдары селекциясымен айналысады. Жылдың ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеудің үздігі Ярославцева Ольга Сергеевна, Сайрам ауданы, Южанка 5 жекеменшігі шектеулі серіктестігі директоры. Южанка 5 жеміс көкөністі қайта өңдеу кәсіпорны бақша өнімдерінен, атап айтқанда қауын қарбыздардан консервантсыз, соус және джем, маринатталған қызанақ, қияр және әртүрлі сапалы көкөніс салаттарын өндіруде. Болашақта консервантсыз жеміс жидек және көкөністің түрлі консервленген көлемін ұлғайту бойынша жұмыс жасауда. Терпение и труд все перетрут. Трудиться всегда пригодится. Жылдың үздік мал дәрігері Сейтқазы Ербол Елтайұлы, Отырар аудандық ветеринарлық қызметі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны басшысы. Сейтқазы Ербол Елтайұлы өз ұжымында және аудан көлеміндегі мекемелер арасында зор құрмет және бедел иесі. Жылдың үздік инновациялық жобасы Сейтжанов Нұржан Серікжанұлы, Стандарт Ресурсиз жекеменшігі шектеулі серіктестігінің директоры. Статус Ойл беделді халықаралық құрмет белгісі жүлдесімен ұлттық экономика көшбасшысы номинациясында лауреат атанып, ТМД-ның жалпы экономикалық потенциал өрлеуінде табысты үлес қосып, Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының арасында өзара конструктивті реттеу саласында ынтымақтастық жұлдызы орденімен марапатталды. Жылдың үздік экспорттаушысы Пан Эдуард Дмитриевич, Азия Дистиллерий жекеменшігі шектеулі серіктестігінің директоры. Азия Дистиллерий өндірілген өнімнің экспортына бағдарлана отырып, Қазақстан Республикасының нарығында белсенді дамып келе жатқан компания және оның негізгі бағыты жүзімді қайта өңдеу. Одан әрі алкогольді ішімдіктерді өндіру үшін жүзімнен өндірілген дистилляттарды өндіру және экспорттау. Халықаралық деңгейдегі танымал кәсіби технологтармен ынтымақтастықтың арқасында Азия Дистиллерий дәстүрлерді сапалы және технологиялық жетілдірумен ұштастыра
жасалды. Қысқа мерзім ішінде компанияға елеулі инвестициялар енгізілді. Негізгі жабдықтар мен сыйымдылық паркін қайта құру және жаңғырту жүргізіліп жатыр. Түркістан облысы аумағында Азия Дистиллери 2020 жылы 16 миллион ақш доллары сомасында өнім экспорттады. Усердно работать и побеждать. Жылдың үздік инвестиция тартушысы Гелашвили Мурат Кошалиевич, Экоинвест жекеменшік шектеулі серіктестігінің орындаушы директоры. Экоинвест туралы Сайрам ауданы Қарамұрт ауылы округі 076 кварталда шетелдік инвестицияның Польшаның қатысуымен АОК саласында жүзеге асырылып отырған Экоинвест 21 гектар жер көлемінде өнеркәсіптік жылыжай құрылысы жобасы, облыстың инвестициялық ахуалын жақсарту, шетелдік және отандық инвестицияларды тарту бойынша екінші кезеңдегі, яғни 2021 жылғы мақсатты индикаторлардың орындалуына себеп болатын жоба болып табылды. Жобаның құны 7,5 миллиард теңгені құрайды. Жылыжайдың 10 гектарға, 5 гектарға қызанақ, 5 гектарға қияр толығымен іске қосылған. Любой успех достигается упорным трудом. Жылдың үздік жас кәсіпкері Абдугапаров Шерзат Изатулаевич, Электродеталь жекеменшігі шектеулі серіктестігінің директоры. Электродеталь 2012-2020 жылдарға арналған моноқалаларды дамыту бағдарламасы аясында құрылды. Жобаның жалпы құны 876 миллион теңге. 2016 жылдың тамыз айынан бастап өндіріс циклы басталды. Кентау қаласының тұрғындары үшін 50 жаңа жұмыс орны ашылды. Бір жылда металл бұйымдарының 2654 данасын шығарды. Жеңіс қажырлы еңбекті талап етеді.
Білім және ғылым, денсаулық, спорт салалары бойынша жыл үздіктері. Жылдың үздік мектебі. Ордабасы аудандық білім бөлімінің Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясы. Гимназия жетістіктері. 2019-2020 оқу жылында 94 мектеп бітіруші мектеп бітірсе, оның ішінде оны алтын белгі белгісінің 6-сы үздік аттестат иегері оқу жылын аяқтады. 93 мектеп бітірушісі ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, 100 балдан жоғары жинаған бітіруші саны 41. Бір бітіруші 139 бал, 4 бітіруші 137 бал жинады. Ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша орта бал 98%. Республикалық самұрық зияткерлік олимпиадасынан бірінші орын 6 оқушы, екінші орын 12 оқушы, үшінші орын 12 оқушы жүлделі орындармен марапатталды. Жылдың үздік ұстазы. Жетісай ауданы нөмір 10 Қайнар мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі Ташева Болсынай Аханқызы. Үздік авторлық бағдарлама республикалық конкурсының облыстық кезеңінің жүлдегері. Оқушылары республикалық пән олимпиадаларының жеңімпаздары. Атап айтсақ, Флекс бағдарламасы, Білген аламан пән олимпиадасы, Кенгуру лингвист, Бритиш бульдог халықаралық ойын сайыстары және Алтын Гран ерекше дарын иесі сайысы. Жылдың үздік тәрбиешісі Сайдвалиева Гүлзира Ерікбайқызы. Ордабасы ауданы Ақкөгершін бөбекжай балабақшасы тәрбиешісі. 2020 жылы Қазақстан Республикасы тұңғыш президент қоры сыйлығының иегері. Қазтест KZ қазақ тілі олимпиада сайтында 2-ші республикалық үздік мектепке дейінгі ұйым қызметкері олимпиадасында 2-ші дәрежелі диплом иеленген. Ұлы дала ұстазы республикалық журналға үздік ғылыми автор 2020 байқауына қатысып, үздік зерттеуші ұстаз арнайы номинациясымен марапатталған. Ұстаз тілегі республикалық ғылыми әдістемелік орталығының алғыс хатымен марапатталған. 2020 жылы қашықтан өткізілген аудандық жылдың үздік балабақша тәрбиешісі 2020 байқауының бас жүлдесін иеленді. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы. Жылдың үздік жас ғалымы Гержан Керімбеков. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті инженерия факультеті, компьютерлік ғылымдар кафедрасының доценті, Ұлттық жаратылыстану ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Ұлттық ғылыми техникалық сараптама орталығының сарапшысы, Туркпа ұйымының тәуелсіз сарапшысы, PhD ғылым докторы, Скопус базасы бойынша Хриша индексі 3. Қазақстан Республикасы ЖОО қауымдастығының үздік ғылым қызметкері төсбелгісінің иегері. Жас ғалым, білім мен ғылым диалогы. Жылдың үздік медицина мекемесі. Нөмір 1 облыстық перинаталдық орталығы. Орталық жүкті әйелдерге, босанатын әйелдерге, акушерлік және экстрагениталдық патологиясы бар босанған әйелдерге, гинекологиялық науқастарға және жаңа туған нәрестелерге консультациялық диагностикалық, білікті және мамандандырылған медициналық көмек көрсететін Түркістан облысының жетекші перинаталдық орталықтарының бірі болып табылады. Орталық ең жаңа және дәстүрлі технологияларды қолданады. 2020 жылы 8845 нәрестелер дүниеге келді. Медициналық генетика бөлімшесінде 10400 жүкті әйелге кеңес берілді. Консультациялық диагностикалық бөлімшеде 10700 жүкті әйелге кеңес берілді. Салихалы ұрпақ ұлт болашағы. Жылдың үздік дәрігері Вячеслав Эдуардович Цай. Облыстық клиникалық ауруханасы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорында нөмір 2 жансақтау бөлімінің меңгерушісі. 2020 жылы үздіксіз кәсіптік дамыту орталығында анестезиология және реаниматологияның өзекті сұрақтары циклдары бойынша жетілдірілген. Вячеслав Эдуардович көшбасшылық қасиеттерге, аурухана ұжымының жұмысын ұйымдастыру қабілетіне ие. Вячеслав Цай медициналық көмек және қызметтер сапасын арттыру үшін инновациялық әдістерді ендіру, табысты басқару мәселелерін зерделеу арқылы Түркістан облысының халқының денсаулығын жақсартуға, жалпы денсаулық сақтау саласында жүргізіліп жатқан реформаларды табысты іске асыруға үлесін қосуда. Самое большое богатство – это здоровье. Жылдың үздік санитарлық дәрігері Серікбаев Сакен Тұрғарайұлы. Жетісай аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы. Жетісай ауданы халқының санитарлық эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз етуіне үлкен үлес қосып жүрген азамат. Өз білім дәрежесін үнемі жетілдіріп отырады.
Көптеген бастамашыл істердің ұйытқысы бола отырып коронавирустық инфекцияға қарсы халық арасында болдырмауда және таралмауы үшін барлық мекемелермен тығыз байланыста жұмыс жасап, өзін кәсіби маман ретінде ұйымдастырушылық қабілеттілігімен өз деңгейінде көрсете алды. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі. Жылдың үздік мейірбикесі Сейітова Эльмира Сейілханқызы, Түркістан қалалық орталық ауруханасы, жұқпалы аурулар бөлімшесінің аға мейірбикесі, алғашқы медициналық көмек. Сонымен қатар қысылтаяң жағдайларда дәрігерлерге дейінгі мамандандырылған медициналық көмекті сапалы көрсетеді. Дәрігер тағайындауларын дұрыс орындауды қамтамасыз етеді. Коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында санитарлық эпидемиологиялық іс-шараларды ұйымдастырып, халыққа салауатты өмір салтын насихаттауда және санитарлық гигиеналық тәрбиелеу жұмыстарын әрдайым жүргізеді. Этика және деонтология қағидаларын мүлткісіз орындайды. Жас мамандарға тәлімгер, ауруханадағы мейірбикелік кеңес мүшесі, орта буын медицина қызметкерлеріне арналған семинар сабақ, конференцияларға белсенді қатысады. Жылдың үздік спорт ұйымы Түркістан облыстық нөмір 4-ші Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебі. Мектепте 16 спорт түрі жұмыс жасайды. Барлығы 1696 спортшы. Оның ішінде Қазақстан Республикасы халықаралық дәрежедегі спорт шебері 10 спортшы. Қазақстан Республикасы спорт шебері 33 спортшы. Қазақстан Республикасы спорт шеберіне үміткер 171 спортшы. 2020 жылы жеткен жетістіктері: армрестлингтен өткен әлем чемпионатында 8 алтын, 3 күміс, 4 қола медаль жеңіп алды. Гір көтеру спортынан өткен әлем чемпионатында 2 алтын, 2 күміс медаль жеңіп алды. Грэпплинг спортынан өткен әлем чемпионатында 1 алтын, 1 күміс медаль жеңіп алды. Армрестлингтен өткен әлем кубогінде 1 алтын, 1 күміс медаль жеңіп алды. Бокстан өткен Азия чемпионатында 1 қола медаль жеңіп алды. Армрестлингтен өткен Азия чемпионатында 21 алтын, 5 күміс, 1 қола медаль жеңіп алды. Гір көтеру спортынан өткен Азия чемпионатында 2 алтын медаль жеңіп алды. Қазақстан Республикасының чемпионаттарында спорттың 11 түрінен жалпы саны 11 алтын, 7 күміс, 15 қола медаль. Халықаралық турнирлерде 7 алтын, 9 күміс, 18 қола медаль жеңіп алды. Жылдың үздік спортшысы Сәкен Бибосынов, Түркістан облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебінің спортшысы. Бокстан Иорданияның Амман қаласында 2020 жылдың 3 мен 11 наурыз аралығында өткен лицензиялық турнирде Токио Олимпиадасының жолдамасын иеленді. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлем чемпионатының қола жүлдегері. Шынықсаң шымыр боласың. Жылдың үздік жаттықтырушысы Айтжанов Мырзағали Құланұлы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, КСРО, Европа чемпионы, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген жаттықтырушысы, бокстан әлемнің 2 рет үздік бапкері. Спорт бақытқа бастар жол. Жақсатанды демесін, сүйем десе, табынатын тәңірім ием десе, адам болып күн кешу қиын маған. Арқа тұтып өзіңе сүйенбесем, қазағым-ай, пай-пай-пай, ардағым-ай, сен менің шолпанымсың, жанған одай, өзіңде өмір сүру қандай бақыт, өшпейтін махаббатым, арманым-ай.
Мәдениет, қоғамдық даму, архив және әлеуметтік салалар бойынша жыл үздіктері. Жылдың үздік әртісі Жамбол Файзиев, Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай драма театрының әртісі, Тұрсынбай Жандәулетовтың Жұбай саудасы комедиясындағы Ахмет, Мұхтар Әуезовтің Жас Абай драмасында Құнанбай, Ермек Аманшаев Үзілген бесік жыры трагедиясында Ол атты рөлдерін сомдады. Қоюшы режиссер ретінде Жақып Омаровтың балаларға арналған Құлыншақ пен Бөлтірік қойылымын көрермендерге ұсынды. Жылдың үздік жазушысы Аблайхан Есімбай. Аблайхан Есімбай биыл көптеген шығармашылық байқауларда бақ сынап жүлделі орындардан көрінді. Сонымен қатар Қанат қақты жас қаламгерлер жинағының редакторы болып кітапты жарыққа шығарды. Аблайхан сонымен қатар Бөгде, Мен тәуелдімін қысқаметражды фильмдеріне сценарий жазды. 2020 жылы жазушылар мен оқырмандар тарапынан жоғары бағаланған Кедей қызы кітабын шығарды. Үздік болу, үздіксіз еңбектің жемісі. Жылдың үздік ақыны Айдар Сейдазым. Айдар Сейдазым Бастарбекұлы, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, ақын, Түркістан қаласы. Жапырақ ғұмыр жыр жинағының авторы. Өлеңдері бірқатар шығармаларға енген. Республикалық және облыстық жыр мүшәйраларының жеңімпазы. Бірнеше өлеңдеріне ән жазылып, бүгінде ел ішінде кеңінен танылып жүр. Халық алғысы медалінің иегері. Бүгінде Түркістан облыстық рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің басшысы. Құшағымен гүл құшқан, шайырың кеп жыр қысқан, тоты дайын таранып, түле түрлен Түркістан. Жылдың үздік әлеуметтік қызметкері Сақов Батырхан Абуұлы, Төле би аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің жәрдемақыларды төлеу және жұмыспен қамту секторының сектор меңгерушісі. Сақов Батырхан Абуұлы қызмет жолында халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласында қызмет атқару барысында ұйымдастырушылық қабілеті мен жауапкершілігі жоғары, білікті маман, абыройлы да қадірлі әріптес екенін көрсете білді. Жылдың үздік жас белсендісі Кенжебаев Суннат Қахарманұлы, Мақтаарал ауданы жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы. Еліміздегі пандемияға байланысты ауданда көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға тегін дәріхана ұйымдастыру мақсатында кәсіпкерлердің басын қосып, Атакент кенті және Мырзакент кентінде тегін дәріхана ұйымдастырып, 2 көлік және 10 ерікті жасты жұмылдырып, күндіз-түні мұқтаж жандарға көмек көрсетуде еңбек етті. Нәтижесінде көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен 1865 отбасыға көмек қолын созды. Еңселі елдің қуаты белсенді жастардың қолында. Жылдың үздік еріктісі Мамыр Олжас Қайратұлы. Ерікті, блогер және журналист. Арыс және Мақтаарал төтенше жағдай оқиғаларында еріктілік қызмет атқарған үшін облыс әкімі, министр және Қазақстан Республикасының елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың, сондай-ақ президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғыс хаттарымен марапатталған. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен халық алғысы медалімен марапатталған. Сонымен қатар, блокпосттарда кешкісін ерікті түрде көмек беруде. Осы уақытқа дейін 7 блокпосттың жұмысымен танысып, елге жағымды жаңалықтар беруде. 3 блокпостта ас таратуға, бетперде тігіп таратуға, Нұр-Сұлтан қаласына жіберілген гуманитарлық көмекті жіберуге көмектесуде және Біз біргеміз акциясының белсенді волонтері. Жылдың үздік журналисі Давлетов Мәлік Жұмаханұлы, Түркістан қалалық газетінің бас редакторы. Мәлік Жұмаханұлы басшылық жасап отырған Түркістан қалалық газетінің 2020 жылы 11 желтоқсанда 90 жылдық мерейтойы өтті. Айтулы күнге байланысты тарихқа толы 90 жыл атты кітап шығарылып, тұсауы кесіліп, бақ өкілдері арасында 9 құмалақ ұлттық спорт ойынын дәріптеу мақсатында жарыс ұйымдастырылды. Аталған Түркістан қалалық газетін заман талабына сәйкестендіріп, оқырмандарға қолжетімді ету мақсатында Yassi-Tur.kz ақпараттық порталының іске қосылуында Мәлік Жұмаханұлының еңбегі өлшеусіз. Халқымыз тек жағым жаңалықтармен құлағдар болсын. Жылдың үздік баспасөз қызметі Сапарбеков Ғабит Қадырбекұлы, Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалының баспасөз хатшысы. Айтыскер ақын, бірнеше облыстық республикалық жыр додаларының жеңімпазы. Бүгінгі таңда билік пен қоғам арасын жақындату бағытында жемісті жұмыс атқарып келеді.
2020 жылдың мамыр айында Мақтаарал мен Төле би аудандарында төтенше жағдай. Су тасқыны кезінде оқиғаның басы қасында жүріп, жедел штабының ақпараттық жұмысына араласты. Сонымен қатар, Түркістан облысы бойынша біз біргеміз акциясына белсенді қатысып, қайырымдылық іс-шаралар қатарынан табылды. Атқарылған шаралардың барлығына ақпараттық қолдау көрсетті. Жылдың үздік архивисі Альмерденов Яралы Амантұрұлы, Кентау өңірлік мемлекеттік архиві басшысы. 2020 жылы қор саны 310, құжат саны 128.787 сақтау бірлігін құрайды. 2020 жылы оқырмандармен жұмыс жүргізу барысында 21 ізденуші тұлғаларға архив қоймасынан 1376 іс берілді. Оларға арнайы сауалнамалар және істерді уақытша пайдалану үшін берілген іс қағаздары толтырылды. Ақылы қызмет жөнінде 4 миллион теңге жоспарланған, ал жұмыс нәтижесі бойынша 10 миллион теңгеге келісім шарт жасалды. егов порталы бойынша қазіргі таңда 5085 анықтама орындалған. Шет мемлекеттерден келген 322 сұранымға барлығы 5407 анықтама берілді. Облыс әкімдігінің тапсырмасына сәйкес Түркістан қаласын абаттандыру жұмысына белсене атсалысты. Жылдың үздік қамқоршысы Мамадалиева Сапаргүл Альмахановна, Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бағдарламасының нөмір 2 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының аға мейірбикесі. Өз жұмысына жауапкершілікпен қарайтын, қабілеті жоғары, өз мамандығын жетік меңгерген, көпшілікпен ортақ тіл табыса білетін қызметкер. Ұжым ортасында беделді, адамгершілігі мол, мінезі ашық, ол адамгершілік, сыйластық деген ұғымдарды бірінші орынға қояды. Ісіне мұқият қызметкер. Жылдың үздік әншісі Айжан Әбілханова. Кентау қаласы Шәмші Қалдаяқов атындағы Мәдениет сарайына қарасты Байылдыр ауыл клубының меңгерушісі. Репертуарында қазақ халық әндері мен заманауи композиторлардың әндері бар. 2020 жылы Түркістан облыстық қоғамдық басқару басқармасының Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдық мерейтойына арналған облыстық ән аға онлайн байқауының жүлдегері. Ән халық үні, оның шындығы, сезімі мен ойы. Жылдың үздік дәстүрлі әншісі Қазақстанның халық әртісі Қажыбек Бекбосынов. Ақан сері, Жаяу Мұса, Біржан, Мұхит, Кенен сынды халық композиторлары рухында өсіп білім алған Қажыбек Бекбосынов Түркістанға арнайы шақыртумен келген. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде профессорлық қызмет атқарып, ұлағатты ұрпақ тәрбиелеуде орасан зор еңбек сіңіріп келеді. Бүгінгі таңда дәстүрлі ән мектебін қалыптастырып, талантты жастарды тәрбиелеуде. Соңғы 2 жылда зерттеушілік еңбекпен айналысып, қазақтың ұлттық композиторларының ән тарихы, қазақтың әншілік өнері туралы оқу құралын жазды. Жылдың үздік мәдениет және өнер мекемесі Руханият Әбу Нәсір Әл-Фараби музейі. Руханият Әбу Нәсір Әл-Фараби музейі 2011 жылы 18 наурызда ашылды. Музей қорындағы жалпы жәдігерлер саны 4405 дана. Оның ішінде негізгі қор жәдігерлері 3100 дана. Ғылыми қосалқы қор жәдігерлері 1305 дана. Кітап қоры 2180 дана. 2020 жылы тамыз айында Әбу Нәсір Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай Әбу Нәсір Әл-Фараби және Ұлы дала өркениеті атты республикалық ғылыми тәжірибелік онлайн конференция ұйымдастырылып өткізілді. Жылдың үздік көркем өнерпаздар ұжымы Сүгір атындағы Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі. Бас дирижері халықаралық байқаулардың лауреаты Ерлан Дәуренбеков. Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармониясы жанынан құрылған оркестрдің репертуарлық қоржынында халық әндері мен күйлерінен әлем және қазақ композиторларының, сондай-ақ жергілікті композиторлардың еңбектерінен құрылған 500-ге жуық шығармалар бар. Биыл елімізде жарияланған карантин кезінде оркестр 30-ға жуық онлайн концерт беріп, қазақ еліне рухани қолдау көрсетті.
құрылыс, көлік, сәулет және қала құрылысы, табиғат салалары бойынша жыл үздіктері. Жылдың үздік құрылыс мекемесі BI Холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, төрағасы Айдын Жұмаділұлы Рахымбаев. Түркістан қаласының өркендеуіне үлес қосатын келесі құрылыс жобалары іске асырылды. Түркістан қаласындағы облыстық әкімшілік ғимаратының құрылысы, Түркістан қаласындағы аумақтық органдар мен қазынашылық ғимаратының құрылысы, медиа орталықтың құрылысы, Нұрсұлтан алаңын абаттандыру және көгалдандыру жобасы. Түркістан қаласының әкімшілік іскерлік орталығында бульвар құрылысы, драма театры құрылысы, Ұлы дала елі орталығының құрылысы, 7000 орынға стадион құрылысы, Түркістан қаласындағы Хэмптон қонақ үй кешені, Түркістан қаласындағы 720 оқушыға арналған химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі, 120 орындық жату корпусымен, Түркістан қаласындағы Бекзат Саттарханов көшесінің бойында желілік парк құрылысы, Түркістан облысында ПК 496-дан ПК 1082-ге дейін Түркістан магистральды каналын күрделі жөндеу, Кентау қаласынан Түркістан қаласының резервуарына дейін магистралдық су тартқыш салу, Түркістан облысы, Түркістан қаласындағы Шошқакөл көл жүйесіндегі кешенді іс-шаралар құрылысы. Жылдың үздік құрылысшысы Мұсабеков Қуанышбек Жүсіпұлы, Бадамтас строй жекеменшігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. Бадамтас строй ЖШС құрылған күннен бастап Түркістан облысы көлемінде ағын су, ауыз су құбырлары құрылысын және білім әлеуметтік мәдени орталықтарына арналған. Денсаулық саласындағы мекемелерінің ғимараттарының құрылысын сапалы түрде жүргізген. Сонымен қатар Бадамтас строй жекеменшігі шектеулі серіктестігі Қуанышбек Мұсабековтің басқаруымен 2019-2020 жылдары Түркістан қаласының дамуына үлкен үлес қосты. Атап айтар болсақ, 2019 жылы Түркістан қаласының жаңа шағын ауданына инженерлік инфрақұрылым құрылысы, құрылысты реттеу аймағы 98 гектарға, су құбыры және кәріз нысанасы. 2020 жылы Түркістан қаласында Әзірет Сұлтан тарихи мәдени қорық мұражайының маңындағы 98 гектарға жер аумағына салынатын ішкі инженерлік инфрақұрылым желілерінің құрылысы, сумен жабдықтау және кәріз жүйелері. Екінші кезең нысанасы. Мамандықты дұрыс таңдау сәттіліктің кілті. Жылдың үздік ауылы Антымақ ауылдық округі, ауыл әкімі Бейсенбаев Мұхтар Қасымханұлы. Елді мекен санитариясын қамтамасыз ету бойынша аудан көлемінде алдыңғы қатарда. Жылдың үздік ауласы Созақ ауданының Сызған ауылдық округі, Қозмалдақ елді мекені Төреханов көшесі нөмір 2 үй иесі Зейнеткер Әлімбеков пионер. Жылдың үздік жүргізушісі Қойтанов Рыспай Бейманұлы, Шардара автобус паркінің жүргізушісі. Аталған мекемеде жүргізуші болып еңбек атқарған жылдар ішінде жол көлік оқиғасы немесе автокөлік жарамсыз болып сапарға шыға алмай қалған емес. Айлық жоспар орындауда автокөлігі әр уақытта сапарға шығуға таза, дайын болуын басты назарға ұстаған. Өз саласы бойынша кәсіби шебер, техника тілін жетік меңгерген, мекеменің өсіп өркендеуіне үлес қосып жүрген азамат. Жылдың үздік жол құрылыс мекемесі Авторемстрой ЛТД. Директоры Ералиев Сайди Расулхан Ақбарханұлы. 2019 жылы Арыс қаласында төтенше жағдай салдарын жою барысында Түркістан облысы Темірлан, Арыс Шардара облыстық маңызы бар автомобиль жолының бойынан Дендра саябақ маңынан жаңа тұрғын ауданға 4,2 шақырым автомобиль жолдарын салу жұмыстарын жүргізді. 2020 жылы Мақтаарал ауданында орын алған алапат төтенше жағдай салдарын жою барысында Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мырзакент кентіндегі 70 гектар аумағына салынатын жаңа шағын ауданға автомобиль жолдарын салу жұмыстарын жүргізді. Бүгінгі таңда Түркістан облысы Түркістан Балтакөл КХ 84 автомобиль жолының 19-42 шақырымын күрделі жөндеуден өткізу жұмыстарын атқарып келеді. Жылдың үздік сәулетшісі Матайбеков Шохан Өмірзағұлы. Мәскеудегі Зодчество сәулет фестивалінде халықаралық сәулетшілер одақтары ассоциациясының гран-при иегері. Ереванда өткен жылдың үздік жобасы халықаралық байқауындағы слаломия жобасының дипломанты. Отанды сүю ең ұлы сезім. Жылдың үздік орманшысы Мұратов Жорабек Орынбекұлы. Шардара орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орманды пайдалану инженері. Бір мекемеде ұзақ жылдардан бері мекеменің барлық саладағы жұмыстарын жетік біліп, жетілдіре беруде білгір маман. Орман ел байлығы, жердің көркі.
туған жерімнің әр сәтін мақтан етем әрқашан. Сол сенің жеңісің, тер төгіп ел үшін, барыңды өз халқыңа анасан. Ел қорғау артылған жүк иықтерге, қол созып сен жеткің келсе биіктерге. Аянбай еңбек ет сүйіктелге, сонда ғана сен үздіксің. Биік аларшың, сен дарасың бәрінен, тәуелсіз елің үшін төктің теріңді. Әрбір адам сүйсе отанын жанымен таниды барлық әлем. Елімді жерімді сен үздіксің. Ел қорғап бабасы, дау шешкен данасы, киелі бұл тұранның даласы. Туған жер несібін, тербеткен бесігін, алтыннан артық оның бағасы. Ел қорғау артылған жүк иықтерге, қол созып сен жеткің келсе биік